Сен мына жерді сыпыра бер, иә? Ақырындап мен бар. Мен алып келейін. Алаңсыз кірісіп кетіпсіңдер ғой, а? Ой, айтпа. Ойбай, ана қатынмен арпалысамыз деп, тойдан кейін ауламызда жиналмай қалды ғой. Қамажай, сен келінді қатты қинап жұмсай бермесей. Қанша дегеннен аяғы ауыр. Ойбай, келінге жаның аша қалыпты ғой. Әй, кезінде ана аңсағанға аяғым ауыр кезінде сен маған кірпіш құйдыртқаныңды ұмыттың ба? Сонда жаның ашымады ма маған? Күледі. Сонда біз қиналдық па, айтшы? Қайта жеңіл босанған жоқпыз ба? Мынанда жеңіл босансын деп қимылдап жатқаның ғой? Сенікі дұрыс. Жарайды, біз әкіметқа кеттік. Аңсаған жаңа жоба дайындаған екен, соны ұсынып көрейік. Сәттін салсын. Жолдарың болсын. Жүре ғой, балам. Ауанымен ақындат сыпыра бер, қорқпа, жұрт айта береді. Ертең маған рахмет айтасын, жеңіл босанасың. Мен барып шелек алып келейін, е? Сен сыпыра бер. Лия, не істеп жүрсің? Саған ауыр жұмыс жасауға болмайды ғой. Мам, қиын емес. Мен жай сыпырып жатырмын. Жоқ, таста. Лия, өтініш, өзіңді ойламасаң да, ішіңдегі баланы ойласаңшы. Лия, сенің босанатын мерзімің жақындап қалды. Қане таста. Мам, бәрі жақсы. Жоқ. Бол, таста. Жүреге кірейік. Жоқ, мам, болмайды. Жүр деймін. Бір күн болса да демалып алсаңшы. Керек болса өздері жасап алсын. Қане жүр. Үйге кірейік. Қане жүр. О, құдайым. Лия, қане жат. Жатып демал. Сен демалсаң, бала да демалады. Мам, енесі далада жүргенде келінің үйде жатқан дұрыс емес қой. Лия, доғар болды. Саған жұмыс жасауға болмайды ғой. Саған демалу керек. Қане отыр. Демалуың керек. Қане, еш нәрсені ойлама. Жай ғана демал. Болды, қане. Қане, демалуымыз керек. Болды, жат. Қазір жеміс-жидек алып келем. Балаға витаминдер керек. Қаланың келіндерін айтам да, жеңіл босану үшін фитнес дейма бір нәрсеге барады екен ғой. Ауылда рахат, фитнестің керегі жоқ. Осы жұмыстар ғой мінекей. Керегіне тыртиып бірдеңеге балады екен. Тегін фитнес. Лия? Лия? Ай, Лия? Лия! Ей, Лия! Қайда кетіп қалған да? Нағып жатсың? Мен саған тайм алып берген жоқпын ғой? Не, шаршап жүрсің ба? Енді өзің ойлаш, мына үйде жата берсең, ана балаға кислород жетпейді ғой? Сосын босанғаннан кейін жүресіңдер. Кислородный голодание, балаға массаж керек деп. Мен сенің қамыңды ойлап, ана жеңіл босансын деп жүрім ғой. Әйтпесе ана жұмысты өзім істеймін. Жеңіл жұмыстар ғой, қимылдасайш. Босануың жақсы болады, жүре ғой. Байқа, киіп алайық кем. Жаным кішкентай жүрш. Өзім қасында қарап тұрам. Негізі, бұл жемістерде витамин А, В, С... Лия, ол не кетіп қалған ба? Лия, мен саған жат деген жоқпын ба? Қане таста, жүр, өзі сыпырсын. Мам. Ей, амандастап.
Үндемегенде үйдей бәле шығады деген кіп кішкентай болып бәле екенсің, өзің. Жібер ұстама қолын келінімнің. Мен қызымды саған құл болу үшін туған жоқпын. Керек болса өзің жасап ал. Жүр, Лия. Саған витамин жеу Не керек. дейді, витамин дей ма? Витаминді өзің же. Оның витамин толық. Сенде ғой бірдеңе жетіспейтіні. Ұстама, жібер қолынан. Жүр үйге. Не дейді мынау? Лия, қане жүр. Үйге бар, бала туып келін алып, витаминді соған жегіз, ақылыңды соған айт. Ұстама менің келін қолынан. Қане жүр. Жібер дейм. Жүр деймін. Жібер дейм. Қане жүр. Мына шелекті басқа кигізем қазір. Жібер қолынан. Мам, қолымды жіберіңізші. Үйге барыңыз, мен кірмеймін. Кет әрі бар. Жүр. Жоламаш осы қатының қасына. Лия. Жоқ, Лия. Лия. Туған қызым мені тыңдамайды. Оның миын улап тастаған. Мен өз қызымды танымай жүрмін. Аманда, бүгін қандай күн? 4 күн. Қызыңның құлдықта жүргенін білгенімізге 4 күн өтті. Қане тұр. Оян, Себастьян. Алқаш, келгелі арақтан көз ашпадың ғой. Қызың болса, біреудің үйінде құл болып жүр. Осындайда еркек болып, барлығын қиратып қызыңды құтқармайсың ба? Ол құлдықта емес. Өзінің бақытты шаңырағында ғой. Жоқ. Ол бақытты емес. Оның бақытын тек мен білем. Паспорт табылды ма, Аманда? Тезірек қайтайықшы. Мен қызымды мына жабайлардан алып кетпей ешқайда да кетпеймін. Ешқайда. Олай айтушы болма. Олар жақсы адамдар. Аузыңды шапшы. Мені не, адам танымайды деп ойлайсың ба? Олар қатыгездер, олар жабайлар. Білесің бе олар кімге ұқсайтынын? Сенің заманауи қоғамнан қалыс қалып қойған жабайы туыстарың ұқсайды. Олар да осылар секілді болмайтын салт дәстүрлермен өмір сүреді ғой. Менің туыстарыма тиісуші болма. Ал сен маған қарсы шықпа. Сенің жабайы туыстарың ұқсайды. Алып келіп отырған жобам экологиялық маңызы бар таза ауыл берекелі жол деп аталады. Я, дұрыс. Экологияны ойлау керек. Ауылды ойлау керек. Сөзін бөле бермесей. Қазіргі кезде дүкендерде сатылатын кез келген тауардың сырты пластикалық қорапшаларда немесе пластикалық ыдыстарда сатылады. Я, бәрі пластмас. Өткен жолы мен... Ал тұтынушылардан қалған пластикалық қоқыстар қайда кетіп жатыр? Ей, жауап берсейші. Сұрап жатыр ғой. Жаңағыны сөйлеме дедіңіз ғой. Айта берейін бе? Айт. Қоқыстар қайда кетіп жатыр? Қоқыстар қайда? Ауылдың сыртынан шығарып жатырмыз. Дұрыс, ауылдың сыртына шығарылып жатыр. Ал ауылдың сыртына шығарылған қоқыстардың арасында шірімейтін қоқыстар қайда кетіп жатыр? Қайда кетіп жатыр? Қайда кетіп жатыр? Олар желмен ұшып табиғатты ластап жатыр. Сондықтан менің ұсынып отырған жобам сол пластикалық қоқыстарды қайта өңдеп, балалар ойнайтын алаңдарға, адамдар жүретін тротуарларға плиткалар жасау. Сонда баклажканы қайта өңдеп, кәдімгі қатты плитка шығармақсың ба? Е, дәл өзі. Дұрыс. Молодец.
дайынбыз. Келесі жылы. Ореке, енді бюджет толық, бәрін жаратып жатырмыз. Білесіз ғой. Тағы да баяғы ақша жоқ па? Былтырғаны осы ақша жоқ дей беретін әкімнен әрең құтылып едік. Жаңасы келгенде сен де сол әнге бастың ба? Сонда бағанадан бері аузымызды ауыртып мылжыңдап отырмыз ба? Ақша жоқ қалай? Ореке, 10 теңге болса да, жылдың аяғында салынады, жылдың басында беріледі. Білесіз ғой енді. Сонда жасай алмаймыз да енді? Келесі жылы. Балам, тұра тұршы. Бізге спонсор іздеу керек. Иә. Енді бұл жақсы бизнес қой. Бір жүйеге салып қойсақ, содан қарай. Папа, әр бизнесменнің артынан қағазымды арқалап жалынып жүргім келіп тұрған жоқ. Сосын білесіз ғой, олар сразу өз пайдасын ойлайды. Ал пайдасын шығарып бермесек, бізді қарызға батырады. Олай жұмыс істемей қойықшы. Ефті. Балам, тұра тұршы. Қызым, қандай керемет хош иіс. Иә. Ауыз тиесіз бе? Жоқ, маман көрсе өлтіреді мені. Маған майлы жегізбейді ол. Мамам жоқ қой қазір. Алыңыз. Қызым, саған не болған? Бала кезіңде тамақ жасаудан қашатын едің. Мына жақта рахаттанып жасап жүрсің ғой. Иә. Қызым, сен бақыттысың ба? Иә, пап. Мен бақыттымын. Қазақтар үлкенді құрметтеп, кішіні сыйлай білетін мейірімді ақ көңіл халық. Мен оны байқадым, қызым. Бақытты болсаң болды. Бақыт жер таңдамайды. Иә, білем, пап. Соны кезінде мамаңа түсіндіре алмадым ғой. Айтпақшы, паспорт табылды ма? Жоқ. Мамам елшілікке уақытша паспортқа тапсырыс беріп қойыпты. Тезірек дайын болса жақсы болар еді. Құдалардан да ұят болды. Не қарайсың? Не, қызың айтқанды істемей жүр ма? Істемейді ол. Ол енді менің қызым. Шешесіне қарап қызын ал деген мақалды жоққа шығарған единственный екен. Менің топырағым. Қатын, құбыла мына жақта. Құдеке? Ай, Құдеке. Мама қалайсың? Құда қайда? Ей, кетші үйіңе. Құда деген жаңа ғана тұр. Ай, бір бейшара шығып далаға таза ауа жұтып демалсын да, келесің ұйықтатып кетесің. Кетші бар үйге. Ой, мама, бір күнде бір ішіп, мен бір сол бір Құданы ұйықтатып жүр деп ойлайсыз ба? Құдайдың жағдайын білем да, Құдам кетем бірден. Ей, сол жағдайын сұраған сайын аяққа тұра алмай жатыр ғой. Кетші деймін үйіңе бар. Жоғалшы. Ой, қайтам қазір. Жағдайын сұрайын да кетем. Құда? Құдеке? Құда? Құда? Ой, қалайсың, Лия? Папа қайда, папа? Папа. Көрсең танисың, мұндай үрлеу келген, ондай тісі әппақ. Қақта. Папа? Папа. Сол дәт дейсіңдер масында, сол қақта. Білмеймін. Жоқ па? Ол қаяқты, бұяқты да жоқ. Құда? Құда? Пап, неге тығылып жүрсіз? Бір күн демалайыншы. Ұйықтап арқам ауырып кетті.
Кода. Себастьян? Кода. Куда? Куда, Себастьян? Қош бол деп айттың, тағы да бірдеме дедің. Ұйқым келмейді, махаббат маза бермейді. Сен... Не болды? Не болсын? Ештеңе болған жоқ. Тым да жоқ дейді. Бюджетті толық игеріп тастады. Ей, жарайды. Нарта өкел. Әйтеуір табылар бір жұмыс. Қойыңдар соншама қайғырмай. Обед. Ой-ой, обед ба? Қап, мен мынаны жуып тастайын деп едім. Жарайды, тамақ ішіп болғасын жуарым. Куда? 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 Куда менен тығылып жүрсің ба сен? Бірден айтып қойын, қараңызда тығылу болмайды. Куда? Куда? Себастьян! Куда? Әй, мен жаңғақ салған атсым қайда бұл жердегі? Не, мынаны дастарханға қоюға болмай ма? Алып таста. Мен не өлтірейін деп отырсың ба? Не болды? Мама, бұл кісінің жаңғаққа аллергиясы бар. Алып тастаңызшы. Әй, аллергиясы болса жемесін. Біреу аузына тығып атыр ма? Қамажай алып тастаса енді. Ой, құдай-ай! Мама, иісінің өзі болмайды. Иіс жоқ қой бұның. Қатты аллергиясы бар адамдар сезеді. Алдында Америкада байқаусызда жеп қойып шалқасынан құлап түскен. Қамажай. Құда қайда? Білмейм. Құда ұсталдың ба? Ассалаумағалейкум. Құда неге менен қашып жүрсің сен? Түсінбедім мен. Қалай жағдайың қалай, жақсы ма? Көп көрмеңіз, Жоқ, құда, бір күн демалайыншы. Арқам ауырып кетті. Өтінем. Жоқ, құда енді демалсақ демалайық әңгіме жоқ. Мен күндеше дегенде ойлап қалма, құдан болғасын, сыйлағым келеді, көңілімді көтергім келеді. Бәрі жақсы, бүгін демалайық. Құда, ертең кездесеміз. Бірақ ертең уже мен шыдамайым, құда. Шыдамымда шегі бар. Жақсы. Сау бол. Құда, давай. Жоқ, рахмет. Өтінем. Так, құда ішпейді. Так, анау вақтыға кетті. Жеме, салат ше. Құдай-ай, жегізсе не істейді екен, а? Шөп салам деген адамға тамақ бола ма, еркекті сонша қинауға бола ма екен? Мен ана Аққұданың орнында болсам, мына қатының маңдайын айырар едім. Қамажай, біреудің отбасына араласпай отырсай. Ойбай, сен оны маған айтпа, ана қатын қайтты. Ол да араласпасын біздің отбасымызға. Әй, аңсаған, қазір анау кетеді ғой, кейін. Құдаға тамақтан салып апарып беш, білдіртпей. Мына қастын аштан өлтіреді шығар бұны.
Ал дастарханға береке берсін. Мен өз батам өзіме. Мен тұрайын. Қой, менікі не отырс? Мен де тұрайын. Кілемін жуып алайын. Мен саған көмектесем, Лия. Саған бұл үйде менен басқа ешкім көмектеспейді. Ешкім де. Мам, мен жуайын ба? Не, сен де кілем жоғын келіп тұр ма? Ай, ана қарның тіреліп қалып қиналмайсың ба? Беріңіз, мен жуайын. Құдай, жаным-ау, жаным, нағыз келін өзіңдей болсын. Бірақ сонда да абайлап жу, я? Ана ішіңді ауыртып алма, ақырындап жу, мә. Лия, тоқта, жума. Не болды, мам? Су салқын ғой, ауырып қаласың. Жоқ, жаз ғой, жоқ. Не болды бұна қатынға дірілдеп кетші? Жуа бер. Құдайым. Тап-таза болды. Менің қолым қышып жатыр. Ай, не болды? Не? Жумайсың ба? Өзің жуайын ба? Құдайым. Лия, не болды? Айттым саған жума деп. Айтқанда мүлдем істемейсің. Енді не болғанын қарасаңшы. Қолыма не болды? Ай, не сен суға аллергияң бар бет? Ай, не болып жатыр мен жерде? Мынау химия ғой. Құдайым-ау, сен не оны өлтіргің келе ме? Сен менің қызымды аямайсың. Ең болмағанда ішіндегі баланы аясаңшы. Ай, қатын, не қайлап тұрсың маған? Не істедім мен оған? Мама, не болып жатыр? Ой, білмеймін, мына Лия кілемді жуайын деп еді, қолы қып-қызыл болып қызарып кетті. Олы суға көп химия қосып жіберіпті. Мама, химия қосқансыз ба не? Кет ары бар, мен химия қоспаймын, қара су. Қамажай, келінге бұндай жұмыс неге істеткізесің? Денсаулығына зиян ғой. Ай, мынаған химияны кім қосқан? Мен олай жумайым ғой. Лия, қолыңды көрейші. О, шыңе сейін. Мен өртеніп барам. Мен өліп барам. Мама! Ай, мен емес өзі ғой алдына шыққан. Не сендер мені кінәлап жатсыңдар? Тезірек душқа апарыңдар, жуынып алсын. Лия, душқа апарайық. Құдайым. Ай, Қамажай, өмір осылай бірден бүлдіресің де жүресің. Эй, Ортай, сен неге мені кінәлап жатсың? Көріп тұрсың ғой, мен әдейі істеген жоқпын. Кетіңдерші бар. Салам! Иә? Не, енеңді қырқынан шығарайын деп атсың ба? Әкел, шашын мен алып берейін. Ішіңе сен күшіккеу. Тазикпен су апарғанын күшікке болып қалмайтын шығармын. Болмайсың, бірақ бәрі осылай басталады. Ту, мама, қойыңшы, сіздікі де дұрыс емес, үстінен су шашып. Кім, мен ба су шашқан? Әй, ана қатынның өзі ғой алдыма тұрып алған. Сосын мен суға химия қоспаймын. Өмір бойы қара сумен жуып келе жатырмын. Мам, денеңіз ашып жатқан жоқ па? Шамалы ашиды. Аяқтарымды сүртіңдерші. О, бейшара. Кеміс.
Бәленің бәрін бүлдіріп, балаларды маған қайырсы қойғың келді ме аманда? Қолың тісіндірам ғой. Кіммен ойнап жүрсің? Жатыр сол қызға деген қиялыз, жұрт айтса деймін біз туралы да жияңыз. Қазақ қыздары сұлу ғой білем сұп-сұлу, ұнап жүр бірақ аппақ келіндегі Лия қыз. Өмірде болады ондайға, ол да бір бақ боп қонбай ма? Шетелде біздің талай қыз алды, бізде біреуін алсақ болмай ма? Өмірде болады ондайда, ол да бір бақ боп қонбай ма? Шетелде біздің талай қыз алды, бізде біреуін алсақ болмай ма?